Сәлем достар, тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті 10, іште сызылған шеңбердің радиусы 3-ке тең болса, гипотенузаның мәнін табуымыз керек. Алдымен каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Біз бұл жерде мынау радиус пен мынау жанама болып тұр. Олардың арасындағы бұрыш 90 градусқа тең екендігін білеміз. Және мына центрін екінші катетпен қосайық. Сол кезде мына да 90 градусқа тең болады. Үшеуі 90 болса, онда төрт бұрыштың үшінші бұрышы да 90 градусқа тең. Мына жерде кішкентай квадрат пайда болады. Яғни мынау 3-ке тең болады. Мынау да 3-ке тең болады. Не үшін 3-ке тең болады? Өйткені бір нүктеден шыққан екі жанама бір-біріне тең болады. Онда мынау радиусымыз 3-ке тең. Катеттің екінші бөлігі 7-ге тең болады. Өйткені 10 бізге беріліп тұр. Бір нүктеден шыққан екі жанаманың ұзындығы бірдей болады. Яғни мынау мынаған тең болса, демек мынау да 7-ге тең болады. Яғни мына гипотенузаның мына бөлігі ғана 7-ге тең болады. Қалған бөлігі x азайту 7. Астында мына бөлігі де x азайту 7-ге тең болады. Пифагор теоремасын қолданамыз. Гипотенузаның квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. Яғни бір катеті 10 болса, 10-ның квадраты қосамыз. 3 пен x минус 7. Осы екеуін қосатын болсақ, бұлардың қосындысы x минус 4-ке тең болады. Осының квадраты. X квадрат тең 100 қосамыз. Қысқаша көбейту формуласымен x минус 4-тің квадратын ашамыз. X квадрат азайту 8x қосамыз 16. Бұл жерде мына x квадрат және мына x квадрат таңбалары бірдей, теңдіктің екі жағында тұрғандықтан оларды қысқартып жіберуге болады. Минус 8x-ті теңдіктің мына жағына өткізейік. Қарама-қарсы таңбамен өтеді. 8x тең 116. X-тің мәнін табу үшін 116-ны 8-ге бөлсек, 14,5 болады екен. Бұл бізде гипотенузаның мәні. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кеттіңіздер. Саламат болыңыздар.